Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 26-шы сабақта біз өткен тақырыптарды бір пысықтап аламыз, жиындар арасындағы қатынасты анықтаймыз және көп таңбалы сандарды бөлу және көбейтуді орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада диаграммадағы жиындар элементтерінің қатынасының қандай екенін түсіндір дейді. Біз бұл жерде грек, кирилл және латын әліпбиін көріп тұрмыз. Ең алдымен біз грек әліпбиі мен латын әліпбиінің жиындарының қиылысқан жеріне қарайық. Ол жерде қандай әріптер бар? Ол жерде N, Z, I, O, T, H, P, осы әріптер бар. Яғни бұл әріптер грек әліпбиінде де бар және латын әліпбиінде де бар. Енді грек әліпбиі мен кирилл әліпбиін қарайық. Бұл жерде біз G, P, F, O, T, H, N, R осы әріптерді көріп тұрмыз. Яғни бұл грек әліпбиінде де және кирилл әліпбиінде де бар әріптер. Сол сияқты латын және кирилл әліпбиіндегі әріптерді көріп тұрмыз. O, T, N, R бұл латын әліпбиінде O, T, H, P болып есептеле береді. Яғни бұл жеріндегі қатынастардың қандай екенін көріп тұрсыңдар. Бірде әріптердің бір-біріне бір жиында орналасуы. Бірінші тапсырманы қарайық. Латын және кирилл әліпбилеріндегі әріптер жиынның қатынасын бейнеле дейді. Енді бұл жерде біз тура осы бірінші тапсырма сияқты болады. Кирилл әліпбиін алайық. Бұл жерде мысалы Л, Д, Ш, Я, Э, Ж, ал латын әліпбиінде ол W, R, L, V, Q сондай әріп болуы мүмкін. Енді екеуінің ортақ жерінде ол O, T, N, R, M, A бұл латын әліпбиіндегі де бар әріптер және кирилл әліпбиіндегі бар әріптер. Екінші тапсырмада есептеулер беріліпті. 33.007-ге 3050-ді қоссақ 36057 болады. 8405-ге 1321-ді қоссақ 9726 болады. Енді алуды орындайық. 38502-ден 2880-ді алсақ 35622 алады. 6000-нан 4022-ні алсақ 1978 болады. Енді бөлу 841.240-ды 4-ге бөлетін болсақ 210.310 болады. 251.245-ді 5-ге бөлетін болсақ 50.249 болады. Үшінші тапсырмадағы жиындарға қарайық. А жиында алша сөзі бар, С жиында алла сөзі бар, Е жиында мысық сөзі бар, В жиында мыс, Д жиында алаш, Р жиында қысым деген сөз бар екен. Енді қараңдар, Ада бізге айтады, тең жиындарды тап, тиісті белгілердің көмегімен жаз дейді. Тең жиындар қайсы? Ол А және Д. Ада алша, ал Д-да алаш. Енді әге қарайық, қай жиын А жиынның ішкі жиыны болып табылады? Тиісті белгілермен көмегімен жаз дейді. Бұл С жиыны А жиынының ішкі жиыны болып табылады. Өйткені алша сөзінен ала деген сөзді жазсақ болады. Енді Б-ға қарайық, қай жиын Пи жиынының ішкі жиыны болып табылады? Тиісті белгілердің көмегімен жаз дейді. Пиде қысым деген сөз бар, яғни В-да мыс деген сөз бар. Яғни В жиыны Пи жиынның ішкі жиыны болып табылады. Төртінші тапсырмадағы есепті шығарайық. Арасы 1985 километр, екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы екі бағытқа екі автокөлік шықты. Біріншісі белгіленген А ауылына дейін 324 километр, ал екіншісі белгіленген В ауылына дейін 469 километр жол жүрді. А және В ауылдарының арақашықтығы қанша километр дейді. Қараңдар, бізге берілгенін жазып қойған. Енді біз қалай табамыз? Алдымен біз екі ауылдың арасындағы А ауылына дейін 324, ал В ауылына дейін 469 километрінде жүрілген жолды табайық. Ол үшін 324-ке 469-ды қоссақ 793 километр болды. Енді екі ауылдың арасы 1985 дейді. Осы 1985-ке жүріп өткен жолды қосамыз. Сонда 2778 жол болды. Яғни А және В ауылдарының арақашықтығы 2778 километр екен.
Бесінші тапсырмада мәтінді оқы, есептің сызбасына қара дейді. Есептің мәтінінде қысқаша жазылу бойынша қандай деректер жетпей тұрғанын анықтап, мәтінді толықтыр, есепті шығар дейді. Баспахана 3 күн ішінде 1087 кітап басып шығарды. Бірінші күні 299 кітап, екінші күні 303 кітап басылды. Не бізге жетпей тұр? Әрине, үшінші күні қанша кітап басылып шығарғанын табайық. Сонда берілгені бізге жазылып тұр екен. Бірінші күні 299, екіншісі 303, үшінші күні сұрақ белгісі. Барлығы 1087 кітап екен. Енді осыны қалай шығарамыз? 1987-ден аламыз 299-ды және 303-ті. Сонда 485 кітап шықты. Сонда жауабы үшінші күні 485 кітап басып шығарылды. Алтыншы есепте тапсырманы орында дейді. Тік төртбұрыш пішінді бөлменің еденіне қабырғалары 2 метр 65 сантиметрге тең екі бөлек шаршы пішінді линолеум төселді. Бөлменің ұзындығы мен ені қанша? Бөлменің периметрін есепте дейді. Қараңдар, міне тік төртбұрышты көріп тұрсыңдар, Осы тік төртбұрышқа 2 шаршы сияды. Яғни бір шаршының қабырғасы 2 метр 65 сантиметр деп тұр, Ал бізге 2 шаршы деп тұр. Яғни бөлменің енін табу үшін 1 метр 65 сантиметрді 2-ге қосамыз, екеуіне, сонда 4 метр 130 сантиметр болады. Оны біз 5 метр 30 сантиметр деп жазамыз. Енді ұзындығын табудың қажет жоқ, өйткені шаршының қабырғалары 2 метр 65 сантиметр деп тұр. Яғни оның ұзындығы 2 метр 65 сантиметр. Енді бізге ені мен ұзындығы белгілі болды. Енді тік төртбұрыштың периметрін табайық. Оның формуласы 2 көбейтілген А қосу В, Енді 5 метр 30 сантиметр А, ені, оған В ұзындығын қосамыз 2 метр 65 сантиметрді. Сонда 7 метр 95 сантиметр болады. Енді осыны 2-ге көбейтсек 14 метр 190 сантиметр болды. Сонда жауабы 15 метр 90 сантиметр бөлменің периметрі. Жетінші тапсырмада әріптерден, сандардан, фигуралардан тұратын тең жиындар құрастыр дейді. Қандай тең жиынды құрастырсақ болады? Мысалы, А жиыны мектеп сөзі, В жиыны П, Е, Т, Е, К, М әріптерінен құралған жиын. Ал С жиыны 1, 2, 3, 4, 5, 6 санынан құралған жиын. Ал Д жиыны 6, 5, 1, 3, 4, 2 жиыны. Осы жерден тең жиындар А тең В, С тең Д болып табылады. 8-ші тапсырмада цифрлардың қосындысы 4-ке тең болатын неше 3 таңбалы сан бар, оларды жаз дейді. Яғни қараңдар, X қосу Y қосу Z тең 4 болу керек, Ол қандай сан болуы мүмкін? Мысалы, 3 таңбалы сан дейді. Қандай сандар 1 қосу 2 болса, ол 4-ке тең болады. Яғни ол 112 болуы мүмкін. Немесе 1 қосу 3 қосу 0, X-ті 0 деп тапсақ жазсақ болады. Немесе 2 қосу 1 қосу 1, ол 211. Және 2 қосу 2 қосу 0, 220. Сол сияқты 202, 103, 301, 310, 400 деген 3 таңбалы сандар болуы мүмкін. 9-шы тапсырмада есептеулер берілді. 583.012-ге 567-ні қосамыз, 583.579 болады. Оған 230.058-ді қоссақ, 813.637 болады. Астын қарайық, 3420-ға 2.130.977-ні қоссақ, 2.134.397 болады. Енді одан 5.450-ді аламыз. Сонда 2.128.947 болады. Енді 265.219-ды 2-ге бөлуге, бұл жерде ол қалдықпен бөлінеді. 132.609 және 1 қалдық болады. 66.095-ті 4-ке бөлсек, 16.623 шығады және 3 қалдық қалады. Балалар, енді 27-ші сабақта да бізде қорытынды сабағы, біздің не үйренгенімізді қорытындылайтын сабағымыз. Бірінші тапсырмада 2-ге, 5-ге және 10-ға бөлінгіштік белгілерін білеміз. Мысалы, 3 санын таңдап диаграмманы толтыр дейді. Диаграммада бізде жиын берілген. Бірінші көк жиынға 2-ге бөлінетін, 5-ге бөлінетін қызыл жиынға және ортасында 2-ге де 5-ге бөлінетін сандарды жазуымыз керекпіз. Ол қандай сандар болуы мүмкін? Мысалы, 2-ге бөлінетін сан 8 және 32 болады. 5-ге бөлінетін сан 25 және 55 болады. Ал 2-ге де 5-ге де бөлінетін сан ол
40 саны болады. Енді екінші тапсырмаға қарайық. Бөлінгіштік белгілерін қолданып бөлуді орындай аламыз, иә? Мысалы, 2-ге де 5-ге де бөлінетін сандарды таңдап, жазбаша есептей отырып дұрыстығын тексер дейді. Тексереге 25148-ді 2-ге бөлсек, 125074 шығады. Ал 25148-ді 5-ге бөле алмаймыз, иә? Ол қалдықпен бөлінеді. Одан керек 265320-ны 2-ге бөлсек, ол 172660 шығады. 5-ге бөлсек 53064 шығады. Яғни бұл 265320 2-ге де 5-ге де бөлінеді. Одан кейін қарайық, 124012-ні 2-ге бөлсек 62006 шығады, ал ол 5-ге бөлінбейді. Одан кейін 2345 ол 5-ге бөлінеді, бірақ 2-ге бөлінбейді. 48360-ды 2-ге де 5-ге де бөлуге болады. Яғни бұл жерде 48360 және де 265320 2-ге де 5-ге де бөлінеді екен. Үшінші тапсырмада жиындар арасында қатынасқа талдау жасай аламыз, е? Мысалы, мына жердегі тең жиындарды тауып көрейік. Бұл жердегі тең жиындар қайсы болады? Д жиыны және К жиыны бір-біріне тең болады, е? Өйткені Д жиынында серік деген сөз бар, ал К жиынында керіс деген сөз бар. Одан кейін қарайық, М жиыны С жиынына тең болады, е? М жиынында сандар 25, 42, 15, 210, С жиынында да тура сол сандар, бірақ орналасуы басқаша болып тұр. Енді төртінші тапсырмаға қарайық. Кесте бойынша өрнектер құрастыра аламыз және олардың мәнін табуды білеміз, е? Бұл жерде А белгілі, В белгілі. Енді А-ны В-ға көбейткенде қандай өрнек шығады және А-ны В-ға бөлгенде қандай өрнек шығады. Соны табайық. А-ны В-ға көбейтейік. 248.964-ті 2-ге көбейтетін болса, 497.928 шығады. Ал 58.125-ті 5-ге көбейтсек, 290.625 шығады. Енді бөлейік. 248.964-ті 2-ге бөлсек, 124.482 шығады. Ал 58.125-ті 5-ге бөлсек, 11.625 шығады. Енді 5-ші тапсырмада мен көп таңбалы сандармен берілген есептеулердің дұрыстығын тексере аламын дейді. Қараңдар, бұл жерде қалай мына берілген өрнекті, бірінші жақшаның ішінде плюс қосу тұр, одан кейін бөлу тұр, одан кейін көбейту және жақша тұр, Енді бірінші қалай орындаймыз? Бірінші жақшаның ішін орындаймыз, екінші жақшаның ішін орындаймыз, үшінші бөлуді орындаймыз, төртінші көбейтуді орындаймыз. Сонда бұл өрнектің мәні 613.905 болады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.